ұбт-ның жаңа форматына сай математика пәні бойынша есептер. А, Б, С және Д төменде көрсетілген сан осі бойындағы сандар. Дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз. Біріншісі, А, Б, С және Д әріптерінің орнына сәйкес келетін сандарды табайық. Дәл ортасында 0 саны орналасқан. Демек, А бізде 1-ге тең. 2, 3, 4, 5, 6. Б санымыз 7-ге тең. С саны 0-ның сол жағында болғасын теріс сан. -1, -2, -3-ке тең. Және Д -6-ға тең. Бүкіл варианты, 8 вариантта бізде модуль болғасын, теріс жауаптарды бірден алып соға болады. Қарастаңыз. Біріншісі, модуль бойынша А минус Д. Тең болады. А-ның орнына 1-ді қоямыз, минус Д-ның орнына -6-ны қоямыз. Нәтижесінде 7 шығады. Демек, бірінші тұжырым дұрыс. Жауаптарды қараймыз. Бірінші тұжырым бар бізде тек қана А мен Е-де. Демек, Б, С және Д жауаптары қате. Келесі, 5-ті тексеріп көрейік. 5-ші тұжырым С минус А модулі бойынша тең болады. С-ның мәні -3-ке тең, алынған А-ның мәні 1-ге тең. Тең болады модулі бойынша 4. Ол да дұрыс. Демек, дұрыс тұжырым 1 мен 5 А. Келесі есеп. Есептеңіз. Тең болады. Дәрежелері, негіздері бірдей болатын дәрежелерді бөлген кезде дәреже көрсеткіштері алынады. Бізде шығады. 4-тің 4 дәрежесі бөлінген 4-тің 3 дәрежесі 4. Бөлінген 2-ның 1 минус 2 3-ті береді. Қосылған 2-ның минус 5 дәрежесі бөлінген 2-ның минус 3 дәрежесі. Дәрежелері алынған кезде минус 5 минус 3 2-ның минус 2 дәрежесі болады. Тең болады. Тең болады. 4 бөлінген 8 2-ден 1. Қосылған 2-ның минус 2 дәрежесі 4-тен 1. Ортақ бөлімі 2. 4-тен 3. 4-тен 3 деген жауап бізде 5. 10-лық бөлшекке ауыстырып көрейік. 3 бөлінген 4, ол бізде 0,75. Ондай жауап бізде бар. Екінші. Демек, дұрыс жауабы 2 мен 5. Д. Келесі есеп. Теңсіздікті қанағаттандыратын сандарды көрсетіңіз. Алдымен жақшаларды ашайық. 3 алынған жақшаның алдында теріс сан тұрғасын, жақшаның ішіндегі өрнектер таңбасын ауыстырады. Қосылған 2х кіші х плюс 2 бүтін 8-ден. Х-терді бір жаққа жинаймыз. 2х минус х кіші 3 минус 2 1 бүтін 8-ден. 1 бүтін 8-ден кіші болатын сандар. 3 келмейді. Минус 1, 1,5 келеді, 2 келмейді. 0 келеді, 4 болмайды, 2,5 болмайды, 5 болмайды. Сонда 1 бүтін 8-ден кіші сандар бізде. Минус 1, 1,5 және 0. 2, 3 және 5. Дұрыс жауабы Д. Келесі есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. Ортақ бөлімге келтірейік. Ортақ бөлімі 6. Бірінші бөлшекті 2-ге өтеміз. Екінші бөлшекті 3-ке. Үшінші бөлшекті 1-ге. Тең болады. Ортақ бөлімі 6 болады. 6-тан 1 деп жақшанысын ашар жейік. Жақшаны ашамыз. 2х-тің квадраты 4х квадрат. Көбейтілген 2 8х квадрат. Қосылған 8xy. Қосылған y квадрат көбейтілген 2y квадрат. Алынған x-тің квадраты көбейтілген 3х квадрат. Минус 2 еселінген 4 көбейтілген 12xy. Минус 4y квадрат көбейтілген 12y квадрат. Алынған минус 6xy қосылған 15y-тің квадраты. Тең болады. 6-тан 1-ді қалдырамыз. Жақшаның сыртында. Ұқсас мүшелерді біріктейік. 8х квадрат минус 3х квадрат. 5х квадрат.
5х квадрат. 8xy минус 12xy минус 4xy минус 6 минус 10xy қосылған 2y квадрат минус 12 минус 10 минус 10 қосылған 15 5y квадрат. 5y квадрат. Ондай жауап бізде бар ма? 5х квадрат минус 10xy қосылған 5y 4. Сәйкес келеді. Енді тағы да ықшамдап көрейік. Тең болады 6. Мына өрнектің барлығы бізде а квадрат минус 2аб плюс б квадраттың формасына сәйкес келеді. Демек ол бізде 5-ті шарсақ x минус y-тің квадратын береді. Ондай жауапта бізде бар 2. Демек дұрыс жауап а. 2 мен 4. Келесі есеп. Есептеңіз. Дәрежені есептеу үшін алдымен жақшалар жасайық. Тең болады 2-нің квадратының, 3 квадратының 6 дәрежесі, дәрежелер көбейтіледі 3-тің 12 дәрежесі көбейтілген. 27 деген 3-тің кубы, оның дәрежесінде минус 8 бөлінген 3, көбейтілген 18. 18 ол 9 бен 2-нің көбейтіндісі қысқарту үшін керек болады. Тең болады 3-тің 12 дәрежесі көбейтілген, дәрежелер көбейтіледі қысқаратты 3-тің минус 8 дәрежесі, бөлінген 9 деген 3-тің квадраты көбейтілген 2. Тең болады. 2 қалады. Негіздері 3 болатын дәрежелерді көбейтсек, 12-ден аламыз 8-ді 4, 4-тен аламыз тағы да 2-ні 3-тің квадраты. Яғни жауабы 2-ден 9. 2-ден 9 деген жауап бізде жоқ. Бірақ 5-ші жауапты қысқарсақ, 18 бен 4-ті 9 бөлінген 2 шығады. Демек, дұрыс жауап 5. 10-лық бөлшекке ауыстырып көрейік. 9 бөлінген 2, 10-лық бөлшектерінде 4 бүтін оннан 5-ті береді. Ондай жауап бізде де бар. 3-ші, демек, дұрыс жауабы 3 пен 5, яғни Е жауабы. Келесі есеп, өрнекті ықшамдаңыз. Ықшамдап көрейік. Жақшалар ашқан кезде жақшаларды ішінен бастап ашқа болады, немесе сыртынан. Ішінен ашып көрейік. Минус 5х қосылған 3х. Ішкі жақшаны ашамыз. Жақшаны сыртына терістен тұр. Демек ол бізге минус 4х минус 3-ті береді. Тең болады. Минус 5х плюс жақшаны ішіндегі таңбалар өзгермейді. 3х-тен 4х аламыз. х минус 3. Тең болады. Минус 4х минус 3. Немесе жақшаны ашсақ толығымен минус 4х қосылған 3. Жауаптарды көрейік. Минус 4х қосылған 3 бізде 3-ші жауапта бар. Және минусты жақшанысына шарсақ 6-ші жауап шығады. Демек дұрыс жауабы 3 пен 6 С. Келесі есеп. Бұрыс тұжырымдарды анықтаңыз. Яғни қате болатын тұжырымдарды. Бірінші тұжырымды көрейік. 1045 саны 3 пен 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Натурал санымыз 3-ке қалдықсыз бөліну үшін цифрлардың қосындысы 3-ке бөліну керек. Тексеріп көрейік. Бірінші тұжырым 1 қосылған 0, қосылған 4, қосылған 5. Тең болады 10. 10 деген сан 3-ке бөлінбейді, демек ол қате тұжырым, дұрыс емес. Бізге дұрыс емес тұжырымдар қажет. Демек, бірінші тұжырым дұрыс. Біз үшін қажет, то есть. Бірінші тұжырым бізде А мен Е бар. Демек, Б, С және Е жауаптары қажет емес. Демек, бізге екінші тұжырым мен төртінші тұжырымды тексеру керек. Екінші тұжырымды тексерейік. 8564 саны 4-ке еселі. Екінші тұжырым 8564. Осы санды 4-ке еселі ма жоқ па тексеру үшін соңғы екі цифрдан құралған санды тексереміз. Ол 4-ке бөліне ма бөлмейді. 64 саны 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Демек, толығымен осы сан 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Ол дұрыс тұжырым. Демек, ол бізге қажет емес. Дұрыс жауабы демек Д. Тексеріп көрейік. 4-ші тұжырым бізде қате болу керек. 3 саны 127-нің бөлікші. Тексеріп көрейік. 1 қосылған 2 қосылған 7 тең болады
10-ға 10 бізге 3-ке бөлмейді, демек ол бұрыс тұжырым. Жауабы Д. Келесі есеп. Екі қаланың арақашықтығы 130 километр. Масштабы 1 бөлінген 6.500.000 болатын картадағы осы қалаларды қосатын кесіндінің ұзындығын табыңыз. Картадағы масштаб формасы бізде былай. Масштаб ол картаның ұзындығы бөлінген жергілікті ұзындық. Демек, картадағы ұзындықты табу үшін бізге масштаб пен жергілікті ұзындықты бір-біріне көбейтіп көрейік. Карта тем болады. Масштаб бізде 1 бөлінген 6.500.000. Көбейтеміз. Жергілікті арақашықтық бізде 130 километр. Бірақ картадағы ұзындықтар бізде километрмен берілмейді. Сантиметр немесе миллиметрмен берілгесін. Километрді сантиметрге ауыстырып көрейік. Алдымен 3 нөлді қоссақ, километріміз метрге ауысады, себебі 1 километрде 1000 метр. Тағы да 2 нөлді қоссақ, метріміз сантиметрге ауысады, себебі 1 сантиметрде 100 сантиметр бар. Сантиметр. Тем болады. Так, санайық. Бөлшектің бөлінде 1, 2, 3, 4, 5 нөл бар. Қысқартамыз. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5 нөлді алсақ, 130 қалады. Сонда 130-ды 65-ке бөлсек, 2 сантиметр. Көрейік, 2 сантиметр деген жауап бізде бар. Үште қалған жауаптарды тексеріп көрейік. 20 километр болмайды, 2 дециметр 2 сантиметрге тең емес, 5 метр тең емес, 15 миллиметр, 20 дециметр, 2 километр, 2 метр. Демек, жауабы тек қана 3. Е. Келесі есеп. Берілген 8 санның арасынан теріс санды табыңыз. Так, біздер білуіміз бойынша кез келген санның жоп дәрежесі теріс емес сан болады. Ал демек бізде 3-ші, 5-ші, 6-ші және 8-ші жауаптар оң сандар. Жауап бола алмайды. Келесі тексеріп көреміз. Бірінші сан минус 3. Жақшан ашқан кезде 2 минус плюсты береді. Демек, ол да бізде теріс сан болмайды, ол оң сан болып кетеді. Сонда қалады бізде 2, 4 және 7. Жауабы А. Осы 3 сан теріс сан болады. Келесі есеп өрнекті ықшамдаңыз. Ықшамдап көрейік. Бірінші бөлшекті өзгеріссіз қалдырайық. 3А бөлінген А минус 4 алынған. Екінші бөлшектің алымын өзгеріссіз қалдырайық. Ал бөліміндегі ортақ көбейткіш 2 болатын санды жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде А минус 4 қалады. Көбейтілген 96 бөлінген А-ны жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде А плюс 2 қалады. Тең болады. Так, А плюс 2 мен А плюс 2-ні қысқартайық, және 2 мен 96-ны қысқартсақ, 48 қалады. Тең болады. Так, ортақ бөлім берейік. Екі бөлшекті қосу үшін ортақ бөлімі бізде А болады. Бөлшектің бөлімінде А көбейтілген А минус 4. Алымында 3А квадрат минус 48. Тең болады. 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде А квадрат минус 16. А ол бізге А минус 4 көбейтілген А плюс 4-ті береді. А бөлінген А минус 4. Тең болады. Қайтадан қысқартамыз А минус 4 пен А минус 4-ті. Сонда бізде жауап 3 көбейтілген А плюс 4 бөлінген А деген жауап шығады. Іздеп көрейік, ондай жауап бізде бар. Үшінші. Тағы да ықшамдап көрейік. Жақшаны ашсақ, алымында 3А қосылған 12 бөлінген А болады. Ондай да жауап бізде бар. 5, 3 пен 5, бірақ 3 пен 5 деген жауаптар жоқ, қасында 7 деген жауап бар. Тексеріп көрейік. 3А-ны А-ға бөлсек, 3 бүтін қалады, қосылған 12 бөлінген А. Ол да бізде 7-ші жауап. Демек, дұрыс жауабы 3, 5 және 7. Б жауабы. Келесі есеп. Теңдеудің шешімі жатқан аралықтарды анықтаңыз. Екінші бөлшекті
теңдеудің оң жағына ауыстырсақ, 1 минус 3х бөлінген 11 тең болады 3 минус х бөлінген 5 деген пропорция шығады. Пропорцияның қасиеті бойынша шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең болады. Көбейтіп көрейік. 5 алынған 3 көбейтілген х 15х тең болады 11 жердегі мүше 33 алынған 11х. Х-терді бір жаққа жинаймыз. 4х тең болады минус 28-ге, х тең болады минус 7-ге. Минус 7 деген санымыз қандай аралыққа тиісті екенін тауып көрейік. Бірінші аралық минус 7 мен 2 арасында 7 дегеніміз минус 7 деген санымыз бар келеді. Минус 5 пен 3-дің арасында минус 7 жоқ, 2 мен 6-ның арасында да жоқ, теріс сан болғасын. 1-ден плюс x аралығында да жоқ. Минус 8-ден 0-ге дейін берілген аралықта минус 7 бар. 0 мен 3-дің арасында жоқ. Минус 8-тен минус 10-ға дейін бұл аралықта да минус 7 жоқ. И 1-ден 4-ге дейін да жоқ. Демек, 1 мен 5 жауабы С. Келесі есеп. Есептеңіз. Так. Тең болады, көрейік, тең болады. Түбірден теріс емес сан шығады. Минус 6-ның квадраты 36, 36-ның түбірден 6 шығады. Екінші түбіріміз тақ дәрежелі болғасын. Үшінші дәрежелі. Минус 8 ол минус 2-ның кубы. Демек, ол түбірден минус 2 шығады. Минус 7-ші дәрежелі түбір тақ дәрежелі болғасын. Одан да терісінде шығады. Минус 1. Тең болады 6 қосылған 2 қосылған 1. 9. Так, 9 деген жауап бізде бар. 8. Енді түрлендіріп көрейік. Минус 1 9-ға тең болмайды. 3-тің квадраты ол да бізде 9-ға тең. Көрейік. 2 мен 8 деген жауап бізде бар. Ол А жауабы. Келесі есеп пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. Пропорцияның қасиеті бойынша шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. Есептеп көрейік. Х көбейтілген 2,27-тен 1 аралас бөлшек түрінде, то есть бұрыс бөлшек түрінде 27-тен 54 қосылған 1 55 тең болады. 9-дан 5 көбейтілген 2,9-дан 4. Бұрыс бөлшек түрінде ол 9-дан 18 қосылған 4 22. Так, теңдеудің екі жағында бірдей санға көбейтіп бөлуге болады. Қысқартайық. Так, 55 пен 5-ті 5-ке қысқартсақ 11 болады. 11 мен 22-ні қысқартсақ 2 қалады. 27 мен 9-ды қысқартсақ 3 қалады. Енді 3 пен 9-ды қысқартсақ 3 қалады. Демек, біздің ізделінді x-іміз 2 бөлінген 3-ке тең. 2 бөлінген 3 деген бізде екінші жауапты бар. Көрейік. 2 бізде b мен e-де бар. Егер 3-тен 2 деген жай бөлшекті 10-дық бөлшекке айналсақ, ол периодты бөлшекке айналып кетеді. Яғни 0 бүтін және 6 периодта болады. Ол 5-ші жауап. Демек, дұрыс жауабы 2 мен 5 Б жауабы. Өрнектің мәнін табыңыз. Көп қабатты бөлшек, ең кіші бөлшектен бастап есептеп көрейік. Біріншісі, 1 қосылған 9-дан 7. Ортақ бөлімі 9, 9 қосылған 7 16. 1 доған бөлшек, оның кері бөлшегі 16-дан 9 болады. Демек, екінші амал 1 қосылған, осының кері бөлшегі 16-дан 9. 16, 16-ға 9 қосамыз 25. Үшінші, 1-ге қосамыз, енді осы бөлшектің кері бөлшегін. 1-ді 16-тан 25-ке бөлсек, 25-тен 16 шығады, тең болады 25-тен 25 қосылған 16, 41. Төртінші амал, 1-ге қосамыз, осы бөлшектің кері бөлшегі 41-ден 25. Тең болады 1 бүтін 41-ден 25, немесе бұрыс бөлшектерінде 41-ден 41 қосылған 25, 66. Дұрыс жауапты деп көрейік. 1 бүтін 41-ден 25 деген жауап бар. Және аралас, бұрыс бөлшектерінде ол да бар бізде 41-ден 66, 5-ші жауап. Демек, дұрыс жауабы 2 мен 5, яғни Д жауабы. Келесі есеп, теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын сандарды анықтаңыз.
Бірінші сызықтық теңестің шешімі x кіші немесе тең 117-ні 9-ға бөлеміз. 13. Так, x үлкен минус 36-ға бөлеміз. Минус 5. Берілген теңістіктің шешімі минус 5-тен 13-ке дейін. 13 аралыққа кіреді. Көрейік берілген сандар. Минус 6 берілген аралыққа тиісті емес. 14-те тиісті емес. Минус 5-те шеткілікте болады, бірақ ол қатаң болғасын минус 5-те аралыққа кірмейді. 0. Минус 5 пен 13-тің арасында бар. 12-де де бар. Минус 3-те бар. Минус 10 жоқ, 15 жоқ. 4-ші, 5-ші және 6-ші жауаптар бізде Е жауабында бар. Келесі есеп. Кестедегі өрнектер мен олардың мәндерін сәйкестендіріңіз. Так, бірінші өрнектің мәнін тауып көрейік. Түбіратында 27-нің квадраты минус 4 көбейтілген 27 көбейтілген 10. Мынау бізде қысқаша көбейту формасы а квадрат минус 2аб плюс б квадрат тең болады 27 минус 20-ның квадраты. Тең болады 27-тен 20-ны аламыз. 7-нің квадраты, яғни жауап 7. 7 ол бізде а. Демек, бірінші өрнек аға сәйкес келеді. Екінші түбір. Түбіратында 15 квадрат қосылған 30 көбейтілген 7 қосылған 7-нің квадраты. 30-ды жіктесек, 2 мен 15-нің көбейтілген түрінде ол бізде дәл сол а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат формасын береді. Демек, 15 қосылған 7-нің квадратын береді. Тең болады. 15-ке 7 қосамыз 22-нің квадраты түбірден 22 шығады. Екінші есепке бізге Д жауабы сәйкес келеді. Үшінші өрнек түбіратында 30-ның квадраты минус 32, 30 және 16-ның квадраты. 32-де бізде 2 мен 16-ның көбейтілген. Демек, ол бізге 30 алынған 16-ның квадратын береді. Так, 30-дан 16 аламыз. 14-дің квадраты түбірден 14 шығады, ол бізде F жауабы. Демек, 1-ге А сәйкес келеді, 2-ге Д, 3-ге F. Ол бізде Е жауабы. Теңдеуді шешіп, кестедегі өрнектер мен олардың мәндерін сәйкестендіріңіз. 8х қосылған 66-тан 1 тең болады 2 бүтін 10-нан 0 және 15 периодта. Есептеп көрейік. 8х қосылған 1 бөлінген 66 тең болады 2 бүтін. Берілген периодты бөлшекті жай бөлшекке айналдырып көрейік. Бөлшектің алымында 15 болады. Бөлімінде жақшаның ішінде 2 цифр болғасын 2 9 жазамыз. Және де жақшаның сыртында бір ғана цифр болғасын 1 0-ды тіркейміз қасына. Так, 8х қосылған 1 бөлінген 66 тең болады 2 бүтін. Так, 990 бізге 5-ке де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді. Демек, 15 пен 990-ды қысқартуға болады. 1 бөлінген 66. Бұдан 8х тең болады 2-ге. 66-тан 1, минус 66-тан 1 жойылып кетеді. Х тең болады 2-ні бөлеміз 8-ге, 4-тен 1. Енді ізделінді өрнектердің мәнін тауып көрейік. Бірінші өрнек бізде х плюс 3. Х-ымыз 4-тен 1 кетем, демек жауабы 3 бүтін 4-тен 1. Іздеп көрейік. Бөлшектердің барлығы арасында аралас бөлшек болмағасын, бұрыс бөлшекке айналдырайық. 4-тен 12 қосылған 1, 13. 13 бөлінген 4. Бар бізде Е, демек бірінші өрнекке бізге Е сәйкес келеді. Әрғай есептеудің қажеті жоқ, өйткені бірінші өрнекке сәйкес келетін ол тек қана Д жауабы, бірақ соңына дейін есептеп көрейік. Екінші өрнек 1 минус х тең болады. 1 минус х-ымыз 4-тен 1, жауабы 4-тен 3. Тексеріп көрейік, 4-тен 3 бізде С болады. Дұрыс. И соңғы үшінші өрнек 1 қосылған х-тың квадраты тең болады. Так, 1-ге қосамыз 4-тен 1-ді. 4-тен 5. Оның квадраты 16-дан 25 кетен. 16-дан 25, ол да бізде бар. Б жауабы Е, С және Б. Дұрыс, жауабы Д. Теңдеулер жүйесін шешіп, кестедегі өрнектер мен олардың мәндерін сәйкестендіріңіз. Берілген теңдеулер жүйесін шығару үшін алдымен бөлшектен қылайық. Бірінші теңдеудің барлығын 7-ге көтеріп көрейік.
екінші теңдеудің барлығын ортақ бөлімі 12-ге көйтеміз. Сонда бізде x алынған y тең болады 7 бірінші теңдеу. Екінші теңдеу 12 мен 6 қысқарады 2x қосылған 12 мен 4 қысқарады 3y тең болады 24. Айнымалының алдына коэффициенттер тең болу үшін бірінші теңдеуді 3-ке көйтіп көрейік. 3x минус 3y тең болады 7 жетегім 3, 21. 3y пен минус 3y жойып кету үшін 2 теңдеуді бір-біріне қосып көрейік. 2x-ке 3x-ті қосамыз 5x. Плюс 3y пен минус 3y-тің қосындысы 0-ді береді. Тең болады 24 қосылған 21, 45. Бұдан x-тің мәні 9-ға тең. Y тауып көрейік. Орнына қоямыз. Y тең болады. 9-дан 9 минус y тең болады 7. Y тең болады 2-ге демек. Енді берілген өрнектерді мәндерін тауып көрейік. Бірінші өрнек. X пен y-тің қосындысы. X пен y-тің қосындысы 11-ге тең. Ол бізде А жауабы. Екінші өрнек. X пен y-тің айырмасы бізде мына жерде бар. Ол 7-ге тең. 7-нің квадраты 49. Тең болады 49. 49 деген жауап бізде С жауабы. Енді екеуінің қосындысы 11-ге тең болғасын 11-дің квадраты 121. 121 да бізде Д. Демек дұрыс жауабы А, С және Д. Ол Б жауабы. 5x алынған 25 қосылған 6, y қосылған 34 өрнегі үшін төменде берілген кестеге дұрыс сәйкестендіруді анықтаңыз. Айнымалар берілген және олардың мәндері. Алдымен берілген өрнекті ықшамдайық. 15x пен 6y қалдыра салайық. Минус 25 пен 34-тің қосындысы 9 береді. Бірінші өрнек. X-тің орнына 1-ді қоямыз. 15. Y-тің орнына 2-ні қоямыз. Қосылған 12, қосылған 9. Тең болады. 12, 5, 21, 36. 36 деген С де. Екіншісі. X-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Минус 15. Y-тің орнына 3 қоямыз. Плюс 18, плюс 9. Тең болады. 3-ке 9 қосамыз. 12. 12 бізде Е деген жауап. Және соңғы үшінші өрнек. X-тің орнына 3-ді қоямыз. 15 көбейтілген 3, 45. Y-тің орнына 1-ді қоямыз. 6 плюс 9. Тең болады 51, 60. 60 деген бізде F жауабы. Дұрыс жауабы С, Е және F. Ол бізде А жауабы. 3600 саны берілген. Кестедегі осы санның пайыздары мен мәндерін сәйкестендіріңіз. Біріншісі 3600 санының 30 пайызын табу керек. 30 пайызы ол бізде 0,3 бөлігі. 0-ден қысқартамыз. 3600-ді 3-ке көбейтсек 1080 шығады. Ол бізде Б жауабы. Екіншісі 3600-дің 15 пайызы ол 0,15 тең болады. Мына екеуі қысқарады. 2 түр жасамыз. Сонда 36 мен 15-тің көбейтіндісі 540. 540. Үшінші өрнек. 3600-дің 40 пайызын табу керек. 40 пайызы 0,4 тең болады. Мыналарды қысқартамыз. 360 тік түрге өтеміз. 72, 144, 1440. Ол бізде А жауабы. 540 бізде Д болды. Дұрыс жауабы Б, Д және А. Яғни С жауабы.